Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Барлықтарыңызды мынау жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бізде бүгін 2 қаңтар. Бүгін мен енді бір партия блиц ойнайын деп отырмын. Егер осы формат ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетулеріңізге болады. Бір қызықты моменттерді көрсеңіздер, бөліссеңіздер, пікірлеріңізбен нұр үстіне нұр болады. Бұл жердегі ойнайын деп жатқан мақсатым, негізі шахмат ойнаған кезде кез келген егер сіз тактикалық немесе задачаларды көп, есептерді көп шешетін болсаңыз, тактикалық есептерді, дәл солай сіз қарсыластың ойын біле аласыз. Например, сіз қос соққыға, двойной ударға көп есеп шығаратын болсаңыз, сіздің қарсыласыңыз қос соққы қояйын деп жатқан кезде, сіз оны сезесіз, алдын ала қорғанасыз, былайша айтқанда мүмкіндік бермейсіз. Міне, сондықтан шахматтық біліміңіз жоғары болса, сіз соғұрлым жақсы ойнайтын боласыз. Мен бұл жерде сіздерді үйрету мақсатында қолымнан келгенше коммент беріп отырам. Соған бірге болып лайк басып пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. 5+0 деген ешқандай қоспасыз, ешқандай уақыт қосылмайды. Сол форматты ойнап көрейік. Кеттік. Қарсыласымыз Webby деп аталады. Қай жақтың азаматы екен жазылмаған. Жүргеннен кейін қазір көретін боламыз. Так, D4 дейді. Давайте біз конь F6 вариантын ойнап көрейік. Защита Грюнфельді ойнаймыз ба, оны көре жатармыз. Қарсыласымыз өте қызық ойнауда, сондықтан C5 ойнаймыз. Бізге ерте кіріп жатыр, сондықтан мүмкіндік бермейміз. Так, бұл жерден не істеуге болады? Давайте защита Benoni вариантын ойнап көрейік. Так, аламыз. Алады и D6. Қазір G6 мен слонды шығарамыз. Қарсыласымыздың білімін тексеріп көрейік, қаншалықты жақсы біледі екен. Пока ешқандай бұл жерде бір нәрсені қорғайтындай, бір нәрсе жасайтындай ешқандай бізде пока мүмкіндік жоқ. Атты шығарамыз. Мен өзімнің стилім бар осылай, атты олай-бұлай алып келетін. Сондықтан ладьяны дайындап аламыз. Қазір B5 ұратын боламыз. Қарсыласымыз пока жақсы ойнауда, ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. Ладно, атты алып келейік. B5-ке дайындалып жатыр. Негізгі мақсатымыз Benoni'дің негізгі мақсаты осы жерде. Осы ферзовый флангта шабуылды қаттырақ жасау керек. Так, давайте бір қуып жіберейік, тексеріп көрейік, слон қайда барады. Бұған мәселе сразу қойып отырмын. Я былай бар, я былай бар. Так, мүмкіндік беріп жатыр бізге B5 ойнауға. Сондықтан негізі қарсылас өте дебютті жақсы білмейді екен, көрініп тұр. Нашарлау ойнап жатыр. Так, енді мына жерде қарап отырсаңыздар, ферзді жүрді. Слон екеуі көріп тұрсыздар, менің пешкімді алғысы келіп жатыр. Сондықтан ертерек корольмен қорғаймыз. Негізі корольді көп жағдайда осылай пешкі тұрған кезде структура. Осындай жерге идея болмаса осылай қойып алсаңыздар болады. Профилактикалық түрде өте ыңғайлы, ешқашан сізге енді атака жасай алмайды. Сондықтан так, давайте A5 жүріп көрейік. Так, күшейтейік. Пока B4 бермейміз мүмкіндік. Бірақ ойнау мүмкін қазірде, әрине жаман емес, бірақ біз дайын отырайық. Біз өзіміз қазір B4 жүретін боламыз. Неге намен жүрдім? Себебі мен наны жеген кезде мына жағымен алғым келіп тұр. Сондықтан осылай дұрыс деп ойлаймын. Так, давайте оның компьютердің қарсыласымыздың мына пешкісіне шабуылды ұйымдастырып көрейік. Ладьяны қояйық. Көріп отырсыздар. Мен қазір жеуге дайынмын. Сондықтан оның бір қотын жоғалтайық. Так, қарсыласымыз өте қызық ойнауда. Неге беріп жатыр пешкісін? Ладно, жейік әрине. Ұзын диагоналға жол ашылады. Мына жақтан да нан жейін деп. В принципе, давайте пешкіні алдыға жүрейік, зафиксировать етейік, потому что мына линияны ашқым келмеді оған. Слон, ат барлығы көріп тұр. Меніңше, мынау жақсы ходтың бірі сияқты, жаман емес. Ал мынаған шабуылды күшейтеміз. Қазір ол ферзбен ғана қорғау керек. Так, қорғады. Жақсы ойнауда қарсыласымыз. Біз не істейміз? Әрине біз пока әзірге слонды қойып қояйық мынаған. Босату үшін атты. Защитаны күшті қойып қояйық. Бұл жерде енді уақытында мәселесіне қарап отыру керек. Егер позицияңыз бір мықты айтарлықтай күшті болмаса, тек жақсы ходтар жасап, оборонада отырсаңыздар, сізге еш нәрсе жасай алмайды. Так, не істеуге болады? Мынаған шабуылды күшейтіп көреміз ба? Давайте күшейтіп көрейік. Мынаған жеуге дайынмын тағда. Бұл пешкімен ойнайды. Егер пешкімен қорғалса, бұл кезде менде мынандай жертва бар.
комбинация бар. Жейді. Ең соңында слонды алып аламын. Сондай қарсыласым қате жіберіп жатқан сияқты. Жеді. И кеттік, алдық. Пешканы аламыз. Разменге барамыз. Так, әзірге енді бір пешка артық. Бірақ айтарлықтай мықты деп айта алмаймын позициямды. Не істеуге болады? Так, мынаған қазір шабуыл ұйымдастырамын. Жарайды, ладьямен қорғап қояйық әзірге. Мына пешканы алдын ала қорғап жатыр. Көріңіздер, ол қабылға келеді міндетті түрде. Сондықтан мен алдын ала қорғап жатырмын. Енді пешканы берсем де болады жалпы арада. Мынаны атып алу үшін қауіпті мына пешка, сондықтан давайте солай жасайық. Слонны айырбастаймыз бір жағынан пешкімді қайтарып аламын. Менде бір ферзге шығатын нем пайда болады, сондықтан қарсылас керемет ход тауып кетті. Жүріс, давайте разменге қояйық. Тіпті жақсы. Енді мына жерде қорғауға болады дейді, негізі түсіндіріп кете салайын. Мына жерде қарасаңыздар. Мына жерде негізі қорғасам, қараңыздар, оның идеясы атты жеп, и мынаны слонмен алып алмақшы болды. И мына пешкісін, мықты пешкісін қалдырмақшы болды. Сондықтан мен оған мүмкіндік берген жоқпын. Мынаны даже бермесем де болады ғой қазір, я, былай келіп, и мынаны мен тегін алып алғым келіп тұр. Бірақ ол кезде мына жақтан связка жасайды. Соны ескеру керек. Давайте. Жарайды, айырбасына бара берейік. Алса алсын. Бәрі осының алдында осы вариантқа барғым келді. Сондықтан мен жедім. Негізі алтын ереже бар, шахматта ұтып жатқан кезде айырбас жасау керек негізінде. Так, енді не істейміз? Мына жақта ладья керек емес, мынаны алып барсам керек емес, әлі дайын емес. Сондықтан давайте ладьяны жақындатып алайық. Мынаны жақсылап қорғап алдық, пока ешқандай связкалар жоқ бізге шабуылдар. Енді пешкіні қазір екі пешкіні жылжытуға дайынбыз. Бірақ абайлау керек, мына жерде слонда көріп тұрсыздар. Сондықтан уақыттан әзірге бір дейміз. Так, давайте ладьяны қойып алайық. Бізге темп беріп жатыр. Так, енді мынаны не істейміз деген сұрақ туындайды. Ладьяны алып кету керек. Давайте қапталға алып кетейік, открытый линияға. Неге алып кеттім? Қазір мен дайынмын. Так, пешкіні қуып жібереміз. Қашпаймыз, ешқандай қашып жоғынан. Тек қана алдыға. Так, бастаймыз ба? Пешкіні алдыға қарай. Әлі ертем екен. Енді алдыға жүрсем, қазір маған шабуыл жасайды, сосын аяқтан келуі мүмкін кейінірек. Так, не істеуге болады? Сұрақ. Пешкіні алдыға жүрсем, мынаны алдыға жүрсем, ол аяқтан шабуыл жасайды. Жарайды, кеттік. Так, кеттік алдыға қарай. Сол айтқандай шабуыл жасады. Мен ладьямды мына жерге алып кетем. Әдейіліп мына жаққа алып кеттім. Слонды маған ұнамай тұр, слонның кіргені мына жаққа. Сондықтан мен әдейі мына жаққа алып кеттім. И мына жерде жүріс ұтып аламыз. Әзірге слонда бірақ жүріс бар мына жерге. И біз кеттік алдыға қарай. Жаңа мен айтқандай кеттік алдыға қарай. Енді вилка грозит. Охо! Өте тамаша ойын болып жатыр. Қорқпаймын дейді еш нәрседен. Давайте ладьяны мына жерге қояйық. Таңдағанын жесін. Мен беруге дайынмын, бірақ менің пешкілерім өте мықты. Слонмен жеймін әрине. Ладьяны қалдырып қоямын. Линияға қазір вилка грозит. Так, кеттік екінші пешкімен. Мынаны слон контрольда жасап тұр. Көріп отырсыздар. Сондықтан качество беруге мен дайын болдым. Так, давайте пешкіні алдыға жүрейік. Ой, мен қате жібердім. Өрескел мынаны жек кете алатын мүмкіндігі бар екен. Бірақ оны көрсе қарсыласын, көрдіңіздер, асығып кеттім. Сәл ғана асығып кеттім. Мен ойладым, мен негізі мынаны қойып алу керек еді. Так, тапты қарсыласымыз, өте мықты. Қате болғанмен айтпақшы, менде ұмытып кетіп мынаны жеген кезде мына жақтан ферзь шығады екен ғой. Міне көрдіңіздер, шах ферзден шықты. И король қашады мына жерде. Король қашқанда двойной удар алатын. Сондықтан менде енді бір ферзь артық. Менде уақыт аз, сондықтан жылдамырақ ойнайық сәл. Ферзді алып кеттім. Мынаны жеп аламыз қазір. Шақтан жаба саламыз. Еш нәрседен қорықпаймыз. Пешкіні жеп алайық.
Так, сәл жылдам ойнаймын енді, комментарияны азайтам. Сондықтан давайте ферзді мына жерге қойып алайық и пешканы просто жылжыта береміз. Тек қана алдыға қарай 33 секундта үлгеруің керек. Бұл жерде енді добавление дейді. Ешқандай уақыт қосылмайды, сондықтан тезірек ойнауға тура келеді. Жалпы ойларыңыз, моменттер көрген ойларыңыз болатын болса, жазыңыздар. Так, давайте жауап істейік, фиксировать етіп, ешқандай прорыв болмасын менің короліме. Так, пешка просто өзінің жөнімен кете береді. Дым да істей алмайды. Мына пешка мына ладьяның мәселесін шешеді деп ойлаймын. Так, пока әзірге керемет ойын болып жатыр. Так, пешканы қойып қояйық. Енді ферзіміз босайды біздің. Слон защитада тұр. Енді атты жақындатып алсақ та болады. Негізі жалпы мына пешка бар. Ладно, ферзді жақындатып қояйық. Енді ферзге шығуға дайынбыз. Так, давайте ферзге шығып алайық. Ертерек алып алайық. Енді просто мат қоямыз. Күшіміз өте көп. Қарапайым матты қоюға тырысамыз. Так, ферзді жақындатып алайық бірінші. Мынаны қорғай алмайды. Так, әзірге жеп алайық. Енді олда корольде қана тұрады. Қазір слонды алып баратын боламыз. Ферзі келіп. Так, давайте бірінші шах беріп алайық. Мұндағашы сразу мат. Мұндағашы да негізі мат еді. Бұлай екіншісі. Енді бұда көрдіңіздер, бізде керемет мат болды. Ең бастысы, сіздерге ұнаса лайк басып, коммент жазып кетулеріңізді болады. Ең бастысы осындай қызық болса, осындай форматта көбірек видеолар түсіретін болам. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық. Шахмат ойнап үйренейік.